Құрметті менің каналыма тіркелушілер, бүгін біз сіздермен сгущенка мен миндальды араластыра отырып, үй жағдайында шоколад дайындайтын боламыз. Ол үшін қайнап тұрған суымызға 200 грамм миндалімізді салып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Суымыздың түсі қоңырқай түске боялады. Бұны қайнату себебіміз миндальдың қабығы тез алынады егер қайнататын болсақ. Негізінде миндаль жаңғағы негізінде миымызға өте пайдалы болып саналады. Егер сізде холестериніңіз аз болатын болса, осы миндальдың күніне 4-5 данасын жеп отырсаңыз, сізге холестериніңізді орнына толықтырып отырады. Сондықтан күнделікті асыңызға осы миндальды қосып отыруды кеңес беремін. Енді осы миндалімізді суымыздан сүзіп аламыз. 200 грамм миндаль жақсылап сүзіп аламыз да сыртындағы қабығымен ажыратамыз. Өйткені біздің жасалғалы жатқан шоколадымызға оның сыртына қабық емес, ішіндегі дәні керек. Мінекей осылай қайнағаннан кейін миндаліміздің қабығы өте оңай ашылады және осылай тез-тез тазалап аламыз. Және осы тазаланған миндалімізді қоямыз. Енді кастрюлемізге 380 грамм сгущенканы құйып, үстіне 3 ас қасық какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне 100 грамм сливочное маслоны саламыз. 82,5% болса өте дұрыс болады. Және осыны жақсылап араластырамыз, қою болу керек. Және үнемі араластырып отыру керек, өйткені оның түбі күйіп кетуі мүмкін. Осы қоюлатылғаннан кейін үстіне жаңағы миндалімізді салып, тағы да араластырып 2-3 минутқа отта қалдырамыз. Отымыз әрине баяу болу керек. Мінекей осындай қою консистенция шығады. Осыны алып, тарелкамызға салып, кез келген формаға салып жасасаңыздар да болады. Мен тарелкаға салдым, өйткені тарелкаға салғаннан кейін кесіп-кесіп дастарханға қойған өте ыңғайлы. Және бұл шоколадымыз миндаль қосылған өте дәмді, шаймен ішкенге өте жақсы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға сіздерге рахмет айтамын.